Премия ангелов атты авторлық қуыршақтардың екінші қайырымдылық көрмесі өтіп жатыр. Жоба сыртқы секреция бездерінің ауыр дертіне шалдыққан балаларға арнап жүзеге асырылған. Нужно сказать, что сама выставка Көрмеде өткен жылғыдай көптеген авторлардың еңбектері ұсынылған. Басым көпшілігі Қазақстанның қуыршақшылары. Экспонаттардың дені қуыршақтар. Жай қуыршақтар емес, интерьер қуыршақтары. Барлығы бірегей. Көздің жауын алар әр туындыны сағаттап қарауға болады. Қуыршақшылар мүсіншілік шеберлігімен қатар дизайнерлік өнерді де меңгерген. Аталған көрмеге келген қауым ұсынылған еңбектердің бірін таңдап, балаларға емделуге мүмкіндік сыйлай алады. Экспозицияға жалпы саны 49 жұмыс енген. Игі бастамаға биыл Қазақстанның моншақ түзу шеберлері алғаш рет қатысып отыр. только набирает. Біз жастар қауымы енді ғана қанат жайып жатырмыз. Бұған дейін көрмелерге қатысып көрген жоқпыз. Майда моншақтардан жасалған еңбектер өте қымбат және әсем әшекей бұйым болғандықтан оларды көптің алдына алып шығу үлкен ғанибет. Айта кетейік, ерекше қуыршақтар көрмесі 26 қаңтарға дейін жалғасады.